Амансыздар ма оқырмандар, арнама қош келдіңіздер. Мені әрқашан қолдап, лүпіл басып, тіркеліп жатқан әрбір жанға алғысым шексіз. Күндеріңіз берекелі болсын. Баршаңызға рахмет. Сұрау керек. Алладан денсаулық, пайғамбардан шапағат, Қыдырдан бата, аңшыдан сыралғы, сырқат жанның көңілін, қарттың қал жағдайын, жетімнің жай күйін, саудың амандығын, ағайынның бүтіндігін, олжадан тәбәрік, қонақтан бұйымтай. Тілеу керек. Барға тәубе, жоққа сабыр, ауырға төзім, жақсылыққа алғыс, болашаққа сенім, жетістікке шүкір, өткенге салауат, қалғанға береке, басқа амандық, денге саулық. Осындай тағылымнан соң қазақ болып туылғаныңа мақтанбай көр. Әйелдің мықтымын деп көрсететін бейнесі сыртта ғана. Мықтылықтың ар жағында үлбіреген, гүлден де нәзік жан дүниесі бар. Мықтылықтың ар жағында ешкімге көрсетпей, нөсердей жауа кететін көзінің жасы бар. Мықтылықтың ар жағында көңілі жетімсіреп, тірек таппағанда өз-өзін қамшылайтын сырлы күші бар. Әйелдің қырық жамаулы жаны бар. Біреуге жұмбақ, біреуге ашық сандық секілді. Әйел жанын әйелдің өзі де түсіне бермейтін жұмбақ әлем. Қайрат етер мезгілде жүк көтерер нардай бол. Ақыл айтар мезгілде мың жасаған шалдай бол. Нар кескен қайрылмайтын қылыш болса, мінезі ақыл өнері дұрыс болса, ақылды, сабырлы ер деп соны айтамыз, еткені берекелі жұмыс болса. Бірде олай ауытқып, бірде бұлай, бір байламға келе алмай жүрген ұмай, таулаймақтың ауасы секілденген, аумалғыда төкпелі күндер май. Өз-өзінен өзегім өртенгенде, өз-өзімнен түңіліп жеркенгенде, сары ауру сарғайтқан науқастайын, үміт күтем бүгіннен, ертеңнен де. Нені күтем, не керек осы маған, аяқ қолым жанарым, басым аман, шаруаның баласы емес педім, күшіменен тамағын асыраған. Өмір деген осынау майдан ба бұл, қолбасыда қорқақта сайраңда жүр. Өмір менен өлімнің ортасында, кетер мекем келе алмай байламға бір. Әкеге қарап ұл өсер дейді атам қазақ. Қағанағыңды жарып шыққан туған ұлыңа үйретер ұлағатың болмай, күйретіп күйігін ішіне түсірер балағатың болса, кезі келгенде ол балаңнан санасыз саяздығына бармағыңды тістеп қайғырудан өзге еш амалың болмай қалады. Балам бар деп мақтанба, жаман туған, боқ болса деген екен Төле би бабамыз. Балаңның боқ емес, от болып жанғанын қаласаң, көрегенділігіңді көрсет, тектілігіңнің алтын қазығын ұлыңның жолына қақ, ар ұятын, биік рухын мықты етіп өсір. Ерлігі мен өрлігіне қанат бітір, адаспай, алыспай жүрер тура жолын көрсет. Бір әкенің тәрбиесін 100 мектепте бере алмайды. Ханнан жағдай сұрама, тағынан түсіп қалған соң. Байдан жағдай сұрама, көзіне біткен малдан соң. Батырдан жағдай сұрама, жау қолында қалған соң. Жақсыдан жағдай сұрама, басының еркін алған соң.
Әкеден жағдай сұрама, ұлға сөзін салған соң, анадан жағдай сұрама, келіні билік алған соң. Өмір деген не? Өмір деген мүмкіндік қолдана біл, өмір деген әдемі тамсана біл, өмір деген арман түсіне біл, өмір деген сынақ қабылдай біл, өмір деген ойын ойнап біл, өмір деген қайғы жеңе біл, өмір деген өлең әндете біл, өмір деген қиындық қабылдай біл, өмір деген трагедия қарсы тұра біл, өмір деген сәттілік жасай біл, өмір бізге берілген асыл, қолыңыздан жіберіп алмаңыз, өмір деген өмір, ол үшін күресе біл. Заман ақыр жастары, қосылмас ешбір бастары, біріне бірі қастыққа, қойнына тыққан тастары, саудасы ар мен иманы, қайрат жоқ бойын тыйғалы, еңбекпен етті ауыртпай, құр тілменен жиғалы, өнімсіз іске шеп-шебер, майданға түспей несі өнер, сиырша тойса мас болып, өреге келіп сүйкенер, күлмеңдеп келер көздері, қалжыңбас келер өздері, кекектеп секек етем деп, шошқа туар сөздері. Балалар әкесі жайлы не ойлайды? 6 жас, әкем бәрін біледі. 10 жас, әкем көп нәрсені біледі. 15 жас, әкемнің білгенін мен де білемін. 20 жас, әкем көп нәрсені түсінбейді. 30 жас, әкеммен ақылдасқан жөн. 40 жас, әкем бір нәрсені біледі. 50 жас, әкем бәрін біледі. 60 жас, шіркін, әкем тірі болғанда ақылдасатын едім. Бірде шәкірт ұстазынан сұрапты: бақытты болудың ақшаға байланысты емес екені рас па? Иә, депті ұстазы. Дәлелдеңізші. Ақшаға кереует сатып аласың, бірақ ұйқы сатып ала алмайсың. Ақшаға Құран сатып ала аласың, бірақ иман сатып ала алмайсың. Ақшаға тамақ сатып аласың, бірақ тәбет сатып ала алмайсың. Ақшаға дәрі сатып аласың, бірақ денсаулық сатып ала алмайсың. Ақшаға қызметшілер сатып ала аласың, бірақ дос сатып ала алмайсың. Ақшаға қалың малын беріп, әйел сатып аласың, бірақ махаббат сатып ала алмайсың. Ақшаға үй сатып аласың, бірақ отбасы жылуын сатып ала алмайсың. Ақшамен білім аласың, бірақ ақыл сатып ала алмайсың. Ақшаға өмірдегі бәрін сатып алуға болады, бірақ өмірдің өзін сатып алу мүмкін емес.